12 жасқа толған балаларға арналған. Маңғыстау облысы қан қызметінің тарихы 40 жылдан астам уақытты қамтиды. Басында ол қалалық аурухана жанындағы қан құю бөлімшесі түрінде қалыптасса, облыс құрылғаннан соң облыстық денсаулық бөлімінің бұйрығымен 1973 жылдың 23 қарашасы облыстық қан құю орталығы болып құрылды. 1999 жылдың ақпан айында облыстық қан құю орталығы Маңғыстау облысы әкімінің нөмірі 197 шешімінің негізінде облыстық қан орталығы деп қайта құрылып, мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорын деген жаңа заңды мәртебесін алды. 1999 жылы облыстық қан орталығында донорлық плазмафореза тобы құрылды. Ал 2000 жылдан бастап 2 есе донорлық плазмафореза әдісі енгізілді. Бұл бір донордың қанынан 280-нен 660 мл-ге дейін плазма әзірлеу мүмкіндігін берді. 2005 жылдан бастап қазірге дейін қан орталығының материалдық техникалық базасы тұрақты түрде жақсартылуда. Тоңазытқыш жабдықтар толығымен ауыстырылған. Зертханалар жоғары технологиялық құралдармен жабдықталған. Сондай-ақ қанды әзірлеу және қайта өңдеу бөлімшелері қажетті медициналық құралдармен 100%-ға қамтамасыз етілген. Өз кезегінде облыстық қан орталығы облыстың 14 медициналық ұйымын қан өніміне қажеттілігін толықтай қамтамасыз етіп отыр. Наш центр крови Мангистауский. Біздің Маңғыстау облыстық қан орталығы 1999 жыл облыс әкімінің шешімімен облыстық қан орталығы болып ұйымдастырылды. Содан бері біз қан компоненттері мен медициналық ұйымдарды қамтамасыз ету үшін жұмыс істейміз. 2010 жылы салынған жаңа ғимаратымыз заманауи аппараттармен жабдықталған. Жаңа заманауи технологияларды қолдана отырып, біз түрлі әдістермен донорлардан қан аламыз. Мұның барлығы облыс тұрғындарына көмек қажет кезде таза, қауіпсіз қан құю үшін. Донор сөзі латын тілінен сыйға тарту дегенді білдіреді. Өйткені донорлар басқаларға қан ғана емес, өмір сыйлайды. Донорлық күн сайын мыңдаған адамды құтқарады. Қан құю адамның өмірін ұзартуға көмегін тигізеді. Табиғи апаттар мен басқа да апаттық жағдайларда ауадай қажет. Кез келген уақытта және кез келген жерде үлкен қан жоғалту мен жазатайым оқиға орын алуы мүмкін. Осындай жағдайлар кезінде донорлық қанға сұраныс күрт өседі. Пациент үшін әлдеқайда тиімді және қауіпсіз алдын ала тексерілген қан компоненттерін құяды. Кім донор бола алады? 10 жастан асқан, дені сау, тиісті медициналық тексеруден өткен. Денсаулығы жағынан қарсы көрсетілімдері жоқ, донор болуға ниет білдірген адам донор болуға құқылы. Әр адам өзінің қанын өзінің мекемесінде, кәсіпорнында не болмаса қан орталығына келіп тапсыруына болады. Көптеген бақылаулар және зерттеулер арқылы дәрігерлер дені сау адамнан 400-450 мл қан немесе 500 мл плазма алынған. Оның денсаулығына және жұмысқа қабілеттілігіне еш әсер етпейтінін анықтаған. Ағзадағы зат алмасу процесі күшейеді, адамның көңіл күйі көтеріледі, бетіндегі терісінің түсі ағарады, бауыры тазарады, ағзасы жасара түседі. Сондықтан дәрігерлер жылына 5 ретке дейін аралығы 2 айдан қан тапсырып тұру зиянсыз деп есептейді. Жалпы донорменен жұмыс жасау ол өте күрделі әрі де қызық. Донор деген осы заманның ол қаһармандары, себебі қан тапсыруменен, плазма тапсырумен, тромботит тапсыруменен ауру адамдарға жәрдемдеседі. Әрине, әрбір донор қазіргі заманның қаһарманы деп айтып мақтануға болады. Олар мақтануға да тұрады. Адам болғасын әр кімде әрқалай жағдайда әрқилы күйде келіп тұрады. Біреулердің тумаласта ауырып қиналып тұрады. Сондықтан әрбір адамға өзіндік көзқараспенен, түсініспенен қарау керек. Донордың енді тапсырған кезде оның енді біздердегі ең күрделісі донордың венасы.
соған аппарат істеп тұрған кезде аппаратқа ыңғайлы венаны түсіріп білу және сол донорға сол тапсырып тұрған кезде жағдай жасау. Келесі топқа жататын адамдарға донор болуға тыйым салынған. Асқазан, бүйрек, жүректің созылмалы ауруына шалдыққандар, адамдағы иммун тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырғандар, жұқпалы иммун тапшылығы синдромымен сырқаттанғандар, сары аурумен ауыратындар, онкологиялық ауруы барлар, қан ауруына шалдыққандар. Әрине, бұрынғыға қарағанда біздер жұмысымыз қазіргі заманауи аппараттарды алып жатырмыз. Бұрындар бізде болмаған плазманы инактивация жасау. Қазір ірі көлемде вирусты өлтіретін бізде де екі түрлі бельгийский, американский аппараттар бар. Мирасол деген, интерсепт деген. Сосын қазір Трима деген аппарат алдық жақында. Оның алдында МСС деген келді. Енді 2000 жыл, 90 жылдарға қарағанда заманауи аппараттардың бәрін алып жұмыс жасауына жағдай жасап жатыр мекеме. Осы күнге дейін 19 жыл ауыстым, соған дейін дәл осы менде істедім аппаратпенен. Плазма аламыз. Бізде енді дискретный метод деген бар, аппаратный метод деген бар плазмафорезде. Біз ертеректе аппараттар болмаған кезде 2002 жылға дейін дискретный методпен жұмыс жасадық. Ол кезде гемофонға аласың, оны центрифугадан өткізесің, одан кейін барып плазмасын алып тастап, массасын кері донордың өзіне құятынбыз. Қазір аппаратный плазмафорез американский аппараттар ПСС, МСС, Трима деген аппараттармен жұмыс жасаймыз. Олар әрине біріншіден ыңғайлы донор үшін уақытын аз алады, екіншіден әрине медперсоналдарға да жақсы, қасында тұрып тек бақылап тұрасың. Бұрынғыдай емес, дискретный методта бәрі ручной болған, қазір аппаратный метод болғасын бәрі заманауи аппараттардың бәрі бізде бар. Сонымен қазір жұмыс жасаймыз. Қан тапсырудың артықшылығы. Бірнеше адамның өміріне араша түсетін игі іс жасағаныңды білгендіктен туындайтын қуаныш пен бақыт сезімі басты себептердің бірі болып табылады. Бір рет қан тапсырған донор 3 адамның өмірін құтқарады. Донорлар міндетті түрде тексеріп қараудан өтеді, яғни өз қан тобын білу, Б және С гепатиттері, мерез, адамдағы иммун тапшылығы вирусы инфекциясының маркерлеріне зерттеу үшін тегін тексеріледі. Қанды тапсырған кезде ағза қан жасаушы органдарының қызметін ынталандырады, сол арқылы қан құрамы жаңартылады, адамның жалпы жай күйін жақсартады, еңбекке қабілеттілігін арттырады. Тұрақты донорлық семіздіктің алдын алады. Жаңа алынған қанның бір донациясы барысында адам 650 килокалорияны, плазма донациясы кезінде 470 килокалорияны жоғалтады. Донорлық қан қысымын, сондай-ақ жүрек пен тамыр ауруларының қатер қаупін төмендетеді. Қанның жаңаруы өз кезегінде асқазан ішек жолдары, оның ішінде бауыр ауруларының баға жетпес профилактикасы. Нәтижесінде донорлардың бет-әлпеті жақсарады, ал терісі жарқыраған және таза болады. Қан донорлығы онкологиялық ауруларға шалдығудың қауіп-қатерін төмендетеді. Қан донорлығы салауатты өмір салтын ұстануды, дұрыс және толыққанды тамақтануды, спортпен шұғылдануды, өз денсаулығын күтуді, дәрі-дәрмектерді қажетсіз ішпеуді, жаман әдеттерден бас тартуды болжамдайды. Қан тапсыру адам өмірін 5-7 жылға дейін ұзартады. Во-первых, я начал сдавать более 20 лет тому назад. Мен осыдан 20 жыл бұрын медициналық училищеде оқыған кезде жол апатына түскен жандарға қан тапсыруды айтты. Біз группамызбен келіп қан тапсырдық. Содан бастап қан доноры бола бастадым. Жылына 6 рет қан тапсырып, адамдарға көмектесуге болады. Әр 2 ай сайын қан орталығына келіп қан тапсырып тұрам. 2012 жылы ресми түрде құрметті донор атандым. Жалпы сол уақыттан бері 32 рет қан тапсырыппын. Оның ішінде 28 рет қанның өзі болса, 4 рет тромбоцит. Қан тапсыру арқылы көп адамның өмірін аман алып қалуға болады.
Мамандардың айтуынша донор болудың еш қаупі жоқ. Керісінше, ағзасында қаны көп адамдардың денсаулығына пайдасын тигізеді. Донордан 450 мл және талдау үшін 50 мл-ге дейін қан алады. Егер адам ағзасында үнемі 5 литр қан айналатынын ескерсек, мұндай мөлшерде қан жоғалту денсаулыққа еш зиян келтірмейді. Түрлі инфекцияларды жұқтыру тұрғысынан да донор болу қауіпсіз. Өйткені қан алу орталықтарында тек бір реттік құралдар ғана пайдаланылады.